жүзеге асырылып жатқан 307 инвестициялық жобаны жалғастыруға және аяқтауға 2025 жылы жергілікті бюджеттен 106 миллиард теңге, республикалық бюджеттен 44,2 миллиард теңге жоспарлануда. Біздерде де мейлінше бюджетті тек сұраған қаражатты қолдау деген әдіспен емес, қазіргі таңда өз әкімнің жанынан бюджеттік комиссия бар. Қазір әрбір бюджеттік сұранысты мейлінше зерделеп, әкімгерлердің толыққанды құжаттарына сәйкес болуы және де ең бастысы сұраныстың негізделгендігіне назар аударғымыз келеді. Соған байланысты осы мәслихатқа ұсынбас бұрында да сіздердің осындай пікір айта алатындарыңызды ескере отырып, көптеген біздің ойымша тиімсіз деген сұраныстар, шығындар кесіліп алынып тасталды. Сонымен қатар қозғау сәттеді де біздер мейлінше расымен де орындалмай қалу, игерілмей қалу қаупі бар деген қаражаттардың бәрін түсіріп, әлдеқайда тиімді және де сәтті жүзеге асып жатқан жобаларға кері бөлген едік.